Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Үнемі осы рецептпен жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, оның үстіне жұмсақ маргаринімізді және де қантымызды салып, жақсылап араластырып, қолымыздың көмегімен үгітіп аламыз. Біркелкі масса болғанға дейін, менде осылай біркелкі масса болғаннан кейін барып, айранымызға бір қасық разрыхлитель немесе содамызды салып, жақсылап араластырып салып, үстінен жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менде осылай жұмсақ қамыр илеп болғаннан кейін кішкене уақытқа тындырып қоямыз. Ол арада ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге творог және бір қасық қаймақ, қант, жұмыртқа және де бір қасық крахмал керек болады. Кукурузный немесе картофельный крахмал пайдалансаңыздар болады. Осылай үстінен блендермен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып, езіп аламыз творогты. Және де алып қоямыз. Ол арада қамырды формаға дайындап аламыз. Кішкене қамырды алып қоямыз беткі бөліміне. Осылай мінекей оның көмегімен қамырды думалақ формада жайып аламыз. Және де жұқалау етіп жайып алғаннан кейін формамызға орналастырамыз. Мінекей осылай формамызға орналастырып, екінші қамырымызды жайып аламыз, жұқа етіп. Және де осылай роликтің көмегімен кесіп шығамыз. Мен 8 кусок кесіп алдым бетіндегі қамыр үшін. Мінекей салмасын осылай үстіне құйып, духовкамызды қыздырып қоямыз. 160-180 градусты қыздырып қоямыз. Және жаңа кесіп алған қамырларды осылай бетіне қойып шығатын боламыз. Барлығын осылай кетпе-кеттікпен қойып шыққаннан кейін шеттерін осылай артықша қамырларды алып тегістеп шығамыз. Және де 160-180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің творожный пирог дайын болды. Үстіне аздап сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар болады.